Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз бүтін көрсеткішті дәреже. Яғни біз дәрежелер жайында, дәреженің қасиеттері және осы дәрежесі бар өрнектерді түрлендіруді қарастыратын боламыз. Олай болса, дәреже дегеніміз не? Дәреже бірдей көбейткіштердің бірнеше рет қайталанған көбейтіндісін қысқаша жазу тәсілі дейді. n тең a көбейтілген a. Мысал ретінде 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2 деген сан болатын болса, біз бұны 2-нің 1, 2, 3, 4 дәрежесі деп жаза аламыз. Мұндағы бізде a дегеніміз негізі дәреже негізі, ал n дегеніміз ол көрсеткіш екен. Енді олай болса, осы дәреженің қасиеттерін қарастырып кетейік. Егер бірдей негіздері дәрежелерді көбейту дейді. Негіздері бірдей дегеніміз, міне алары бірдей болыпты, я? А негіздері бірдей болыпты. Егер де негіздері бірдей көбейтіліп тұрса, 2 сан көбейтіліп тұрса, оның біз дәрежелерін қоса алады екенбіз. Мысал ретінде, міне 3-тің 2 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі. Осыны есептейтін болсақ, міне негіздер бірдей болған үшін 3-тің өзін жазамыз да, көбейтіліп тұрған үшін 2 мен 4-ті жай ғана қосады екенбіз. 2 қосылған 4. Сонда 3-тің бізде 6 дәрежесі шығады екен. Бұл бізде дәреженің бірінші қасиеті. Енді екінші, бірдей негізді дәрежелерді бөлу. Бізде жаңа көбейтіліп тұрған кезде біз қостық қоя, ал бұл жерде керісінше бөлініп тұрғандықтан біз оның дәрежелерін азайтатын боламыз. Мысалға, 4-тің 5 дәрежесі бөлінген 4-тің 2 дәрежесі тең болады. 4-тің өзін жазамыз, яғни дәрежелерін бір-бірінен азайтып тастайды екенбіз. 5 азайтылған 2. Сонда 4-тің 3 дәрежесі шығады екен. Енді үшінші қасиеті. Үшінші қасиет дәрежені дәрежеге шығару. Яғни жақша сыртында дәреже болатын болса, біз жақшаны ашу үшін жай ғана анау n-ді m-ға көбейтеді екенбіз. Мысалға, 5-тің квадратының 3 дәрежесі. Жай ғана көбейтеміз, негіздің өзін жазамыз. 5-тің 2-ке 3-ті көбейтеміз, қанша болады? 6 болады. Сонда 5-тің 6 дәрежесі деген сияқты. Дәл осындай мысалдарға қазір есепті шығаратын боламыз. Енді төртінші қасиеті көбейтіндінің дәрежесі. Егер де бізде қараңыздаршы, үшінші есепте бір ғана негізді, ал дәрежелері әртүрлі болды, я? Мұнда бізде негіздері 2 негіз берілген және бір ғана дәрежесі берілген. Ондай кезде біз не істейміз? n-ді a-ға бөлек, b-ға бөлек көбейтеді екенбіз. Яғни a-n көбейтілген b-n болады. Мысалға, 3 көбейтілген 4-тің квадраты деп алайық. Олай болса, 3-тің квадраты көбейтілген 4-тің квадраты болады. 4-тің квадраты. Осыны 4-ші қасиет түсінікті деп ойлаймын. Соңғы қасиет, ол бізде 5-ші қасиет бөліндінің дәрежесі дейді. Тура жаңағыдай бұл шеттегі негіздері әртүрлі, a бөлінген бұның n дәрежесі. Оны біз a-n бөлінген b-n деп жаза алады екенбіз. Мысалға, 3 бөлінген 2-нің квадраты. Ол тең болады бізде 3-тің квадраты бөлінген 2-нің квадратына. Осындай қарапайым мысалдар қарастырдық. Енді соңғы тақырып бізде дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру дейді. Бірінші қарапайым мысалға қарайық. X-тің 8 дәрежесі көбейтілген x-тің кубы бөлінген x-тің 5 дәрежесі дейді. Бұл жерде бізде негіздері бірдей. Демек, біз негіздері бірдей болған кезде олардың дәрежелерін біз қосып немесе азайта аламыз. Тең болады бұл бізде x-тің өзін жазамыз. X-тің 8 дәрежесі көбейтіліп тұрғандықтан қосамыз 3 дәрежені және бөлініп тұрған x5-тің
5 дәрежесін азайтамыз. Сонда тең болады x-тің қанша дәрежесі? 8-ге 3 қосамыз 10 бар. 11-ден 5 азайтамыз 6. Демек жауабы x-тің 6 дәрежесі болады екен. Енді екінші мысал. 2-ның 2a квадрат көбейтілген b бөлінген c куб. Бізде бұл жерде қараңыздаршы, 1, 2, 3 негізі. Үшеу әртүрлі екен, соның квадраты тең болады. Жаңа квадрат болғанымызда не істедік біз? 2-ні a квадратқа бөлек, b-ға бөлек, және 2-ге бөлек көбейтіп шығамыз, Олай болса, 2-ның квадраты қанша болады? Бұл мына жерде тұрған сандарға да қатысты. 2-ның квадраты бізде 4, 4a квадрат көбейтілген a квадратқа 2-ні көбейтеміз қанша болады? a-ның 4 дәрежесі болады. Яғни квадратына 2-ні көбейтеміз. Сонда b-ның квадраты болады. Бөлінген. Енді астындағы 3 кубты да квадраттайтын боламыз. 3-дің квадраты бізде 9, с кубтың квадраты 3-ке 2-ні көбейтеміз қанша болады? 6 болады. Бізде жауап осылай қалады, өйткені бізде қысқаратын сандар жоқ, негіздердің барлығы әртүрлі. Олай болса, келесі есебіміз. Түрі кішкене қорқынышты көрінгенімен өте оңай. Бұл да қарапайым бір мысал. Ең бірінші жақшаларға назар аударамыз, Мына жерде x квадрат y минус 3-дің кубы, x минус 1 y квадраттың квадраты берілген екен. Ең бірінші осыны ашып алайық. Бөлшектің алымын, бөлшектің бөлімін жазып қоя салайық. X-тің 4 дәрежесі y-тің минус 5 дәрежесі. Енді кубты, мына жақшаны кубтап шығамыз. X квадраттың кубы 2-ні 3-ке көбейтеміз. X 6, X-тің 6 дәрежесі көбейтілген y минус 3-ті кубтаймыз. Y минус 3-ке 3-ті көбейтеміз қанша болады? Минус 9. Енді оған көбейтілген x минус 1, x-тің минус 1 дәрежесі y-тің квадратын тағы да квадраттап шығамыз, бұлайынан. Минус 1 мен минус 2-ні көбейтеміз, минус 2. Оған көбейтеміз, y-ның квадраты, y-тің 4 дәрежесі болады. Олай болса, бөлшектің бөлімін жазып қояйық, x4 көбейтілген y-тің минус 5 дәрежесі. Енді бізде мына жерде негіздері бірдей сандарды азайтсақ болады ғой, x пенен x қарайықшы. X-тің 6 дәрежесі көбейтілген x-тің минус 2 дәрежесі. Демек, x-тің өзін жазамызда 6-дан 2-ні азайтып тастаймыз. Сонда бізде 4 шығады екен. X-тің 4 дәрежесі көбейтілген y минус 9 және y 4, яғни минус 9-дан 2-ні қосатын болсақ, бізде y-тің қанша шығады? Минус 5 дәрежесі шығады. Енді мынау бөлшектің алымы мен бөлімі бірдей болғандықтан біз бұларды қысқартып тастайды екенбіз. Сонда бізде қанша шығады? 1 шығады. Осымен бүгінгі біздің дәреже тақырыбымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.